Сәлем құрметті трейдерлер. Білемін, сіздер анализді неден бастарын білмейсіңдер, қандай таймфрейм, қалай анализ жасау керек, неге нәрсеге мән беру керек. Сол үшін осы видеоны аштыңдар. Және евро, доллар, британский фунт, алтыннан басқа негізінде мыңдаған валютный паралар бар ғой. Мысалы үшін южноафриканский валюта бізде USD ZAR қараңдаршы 316 доллар прибыль именно проб компаниядан шықты, және аватрейдтің қосымша 500. Суммарно екеуін қосатын болсақ бізде 850 доллар шығады. Яғни бір сделкадан конкретно 400 мың теңге табысқа біз қалай шықтық. Оны мен сендерге нөлден бастап анализге полный разбор жасап беретін боламын. Сендердің өтініш видеоны до конца көріп, достармен бөлісіп, каналға лайк, подписка, комментарий қалдырып, колокольчик жасап кетіңдер. Егер де осындай сделкаларға разбор контент өтетін болса, сендерге почаще осындай мықты анализдермен көрсетіп бөлісіп тұратын боламын. Ал сәттілік, біз бастаймыз. Достар, жаңа айтылған сделкаға мен сендерге разбор жасап беремін. Полностью анализ нөлден бастап түсіндіріп, неге сделканы жоғары кірдік, төмен кірдік, бәрін айтып көрсететін боламын. Қараңдаршы, бұл бізде USD ZAR. Мына тұрған, ол бізде сигнал ретінде берілген, клан дейтін телеграм каналының ішінде, то есть полностью инструкция сделканы қалай ашамыз, қалай жабамыз полностью. Және оның результаты 519 доллар. Егер де сендер там жаңағы канадский USD CAD, евро GPI, евро USD, GBP GPI жабыс қалсаңдар, сделкалардың саны аз болады. Постарайтесь там необычный валютный паралар, там NZD, CHF, ZAR сияқты қарастар беруге. Сол кезде сендерге сделка ашатын ситуациялар көбірек келетін болады. Итак, начинаем разбор. Обычно мен анализді өзім лично бір апталық таймфреймнен бастаймын. Біз сіздермен байқап тұрмыз, то что тренд бізде восходящий, то есть мына келе жатыр мне импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс болып келді. То есть мынау менде кәдімгі полноценный восходящий импульс. Оның минимум зонасы бар және максимум зонасы бар. Енді осы тұрған движениенің аны барлығы бізде коррекция, қазір он төмен қарай келе жатыр, скоро уже жоғары кету керек. Осының ішінде мына тұрған ликвидностьтерді шешіп тастаған бір қозғалыс бар екен, осыны біз зона поддержки ретінде қарастыра берейік. Он не обязан быть им, просто оны қарастыруымыз қажет. Окей, в итоге бізде осындай картина шықты. Фибоначчиді алам, минимум басам, максимум ойнап барам. Настройка бойынша біз сіздермен тек қана қалдырамыз 0,05-ті, для того, чтобы графикті тең екіге бөлуге. Төменгі зонасы аталады бізде қандай? Дисконт, скидка. Төменгі жақта біз сіздермен сделканы жоғар деп ашатын точкаларды қарастыруымыз қажет. Потому что это дешево, восходящий импульстың төменгі жағы ол әрқашанда сатып алушылардың зонасы. Ал восходящий импульстың жоғарғы жағы ол бізде керісінше коррекцияның басталатын зонасы. Соответственно, бізге сделканы төмен деп ашатын точкаларды қарастырған жөн. Дәл қазір біздің ситуация находится қай жерде? Именно жаңағы дисконт зонада. Дисконт скидка зонасында. Қараңдаршы, мына тұрған ликвидностьтер бәрі шешілді, да, вот, снято, классно. Және біздің основной зона поддержкада соның бойында тұр. Арғарата қайда баға барады, әлі төмен түсе ма, әлде уже жоғары кете бере ма, оны анықтау үшін біз сіздермен қазір өтеміз бір апталық таймфреймнан бір күндік таймфреймға. Картина более-менее ясная болады. Біз уже помним то, что бір апталық таймфреймда мына жақта зона поддержки бар. Оны өшіріп тастасақ болады, мы уже помним то, что здесь есть поддержка. Және осы поддержканың бойында қараңдаршы, төменгі ликвидностьтің бәрі әдемі шешілді. Пока что это все, что нам необходимо понять, басқа ештеңке әзірше бізде жоқ. Кеттік бір күндік таймфреймнен 6 сағатқа, немесе даже 4 сағатқа секірейік. Если сендерде трейдингтегі подписка болса, можно 4 сағатқа. Қараңдар, ликвидностьтің бәрі шешілді. Потом бізде EDM бар. EDM дейтін на сияқты развороттар. То есть полноценный разворот это, конечно, это чок называется. Ал EDM это ішкі разворот. То есть бұл ситуация бізде разворот деп ала берсек болады. Мен сендерге суретін салып көрсетейін. Былай келді, коррекция, төмен түсті, максимумды кесті, и баға арғараты жоғары кету керек. Вот такой вот сетап у нас. Но не нәрсеге мән беру керексіңдер. Көптеген трейдерлардың ошибкасы қандай? Мен түсіндіріп кетейін. Өте үлкен имбалансты көріп тұрады. И олар ойлайды, қазір осы имбаланстың ішіне баға түседі, біз сделкаға жоғары кіреміз, бағаның өсуіне ақша табамыз деп. Но ұмытпаңдар, если имбаланстың ішіне уже касание болып, потом мына сияқты максимум, свечаның максимумын кесіп кетсе алдыңғы, онда болды имбаланс отработался. Екінші рет оны қарастырмай қойыңдар. Надо искать другие причины. Имбаланс уже все, он свое сделал.
Кеттік 1 сағат таймфреймға. 1 сағат таймфрейм байқасаңдар, бізде кәдімгідей өте керемет қозғалыс бар, а именно келді импульс, коррекция, импульс. Новый импульстың ішінде ликвидность — это у нас вот эта зона. Мен қазір түсіндірем, неге ол ликвидность. Қараңдаршы өздерің мұқият. Ішкі ликвидностьтерді шешті, отырған движение. Шешті де батан баға жоғары кетті, и қайтадан түсіп, мына максимумды кесіп, баға жоғары кетсе, было бы классно, басқа жақтан сделка кіретін едік. Но ликвидностьтерді шешіп болғаннан кейін баға натурал максимум кескен жоқ, соответственно, мынаның өзі уже sell side ликвидность болып қалады. Соответственно, біз күтеміз, пока баға оны шешпегенше. Мына тұрған точка, ол бағанаға 4 сағаттық имбаланстың ішіндегі касание. Он отработался. Остается только мынау. Шешілгенін көрдік па? Все, залетаем сделкаға жоғары деп. Кіші таймфреймда күтіп керек емес. Стоп-лоссты қоям мынаның артына. Take profit можно примерно до максимума. И посмотрим, что у нас дальше было. Вот так вот классно у нас отработался. Көрдіңдер ма? Натырған минимум ликвидность шешіп потом бар баға етті. Имбалансы касания бар ма? Екінші рет кірген күткен жоқпыз. Именно вот так вот, достар, мы с вами будем зарабатывать. По-любому сұраған шығарсыңдар, что за клан? Не нәрсе ол жандос? Қазір сендерге айтып кетемін. Бұл телеграм-каналда біз сигналдармен бөлісеміз. Мысал ретінде, бұл ZK USDT дейтін криптовалютаға анализ жасалды, скриншотта қойылды, және лимитный ордер ма, қандай кредитный плечо қоямыз, тек профиті қай жерде тұрады, стоп-лосс қай жерде, бірден вопросы кураторға, вопросы по брокеру, сделканы қайталау инструкциясы полностью әдемілеп тұрып жасалынған. То есть для того, чтобы было удобно. Мысалы үшін сигнал келді, сенде біраз пораженек болып тұр, білмейсің, не істеу керек екен. Бірден бац кураторды бастың, или брокерді бастың, или натурал сілтемені басып, инструкцияны қарап аласың да, сделканы қайталап, бізбен бірге ақша табасың. Дегенмен достар, клан ол тек қана ақшаның табылатын жері ғана емес, то есть не только сигналы. Бұл жерде қосымша біз әртүрлі ситуацияларға разбор жасаймыз, стратегиялар береміз, және проб компания жайлы ақпараттар бөлісетін боламыз, оны қалай өту керек, неден бастаймыз, полноценный, кәдімгідей бір өте керемет бір отырыс десек те болады. Осылай валютный паралар бойынша сигналдарды қайталап отырып, проб компанияның экзамен тапсырып кетсеңдер болады. Я сейчас вам покажу төменгі жағында. Одан бөлек не обзор на рынок, новости, нені күтеміз. Нада тұрған 4,5 минуттық видеоны қарасыңдар, тут просто бешеный информация болды. Төменгі жағын көрсетейін қазір. Төменгі жағында бізде вот как раз таки проб компания өткен оқушыларымыз бар. Қазіргі таңда әрекет етіп, уже нәтиже көрсетуде. Так что сендерде осындай керемет нәтиже жасалар келсе, біздің кланға қосылыңдар. Сілтемесі осы видеоның астында WhatsApp-тың ссылкасы тұрады, соны басып менеджерға өтесіңдер, толық ақпарат аласыңдар. Бағасы қанша? Небәрі 119 000 теңге. Так что прям қазір жаз, тіркел и дальше уже пообщаемся. Сау бол.